Саламатсыздарма студенттер. Физика сабағы тақырыбы электромагниттік индукция заңы, өздік индукция құбылысы, магнит өрісінің энергиясы. Сабағымыздың мақсаты электромагниттік индукция құбылысы мен электромагниттік индукция заңын, электромагниттік индукцияның электр қозғаушы күші, оң және сол қол ережелері мен қарапайым генераторлар, қозғалтқыш пен трансформатордың жұмыс принциптермен таныстыру. Сабақ жоспары. Магнит өрісінің электр тоғын тудыруы туралы болжамдар. Фаради тәжірибелері, электромагниттік индукция заңы, Ленц ережесі, магнит өрісінің энергиясы. Эрстед тәжірибесі. Электр тоғы өзінің маңындағы кеңістікте магнит өрісін туғызатындығын дәлелдейді. Бұл дерек өз кезегінде электр және магнит өрісінің арасында қандай да бір байланыс бар екенін ұғындырады. Осыған байланысты мынандай заңды сұрақ туындайды. Керісінше, магнит өрісі электр тоғын туғыза ала ма? Бұл сұрақтың жауабын 1831 жылы ағылшын ғалымы Майкл Фарадей берді. Фарадей тәжірибесі өткізгіштің тұйық контурын тесіп өтетін магнит ағыны өзгерген кезде ол өткізгіште электр тоғы пайда болатындығын көрсетті. Бұл құбылыс электромагниттік индукция құбылысы деп аталды. Осы кезде контурда пайда болатын тоқ индукциялық тоқ деп аталады. Бұл физика мен техниканың одан әрі дамуына үлкен үлесін қосты. Электромагниттік индукция құбылысы кезінде тұйық контурда индукциялық тоқтың тууы бұл тізбекте осы тоқты туғызатын индукция электр қозғаушы күшінің пайда болатындығын дәлелдеді. Электромагниттік индукция заңы осы индукция электр қозғаушы күшінің мәнінің неге байланысты болатындығын анықтайды. Бұл заңға сәйкес тұйық контурда пайда болатын индукциялық электр қозғаушы күші сол тұйық контурмен қоршалған бетті тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығының теріс таңбамен алынған мәніне тең болады. Яғни формуласы XE тең болады минус дельта F бөлінген дельта T-ға. Осы өрнектен контурды тесіп өтетін магнит ағыны неғұрлым тез өзгерсе, солғұрлым индукция электр қозғаушы күшінің модулі де үлкен болатындығын көреміз. Ал электромагниттік индукция құбылысы кезінде контурда пайда болатын индукциялық тоқтың бағыты жөнінде не айтамыз? Соған тоқталайық. Бұл тоқтың бағытын анықтауға мүмкіндік беретін жалпы ережені 1833 жылы Ленц ашқан. Осы ғалымның құрметіне Ленц ережесі деп атаған. Бұл тұжырым былай айтылады. Кез келген тоқ тәрізді тұйық контурда пайда болатын индукциялық тоқта өзінің маңында магнит өрісін туғызады. Индукциялық тоқ әрқашанда өзі тудырып тұрған магнит өрісі сол тоқты тудырып тұрған магнит ағынының кез келген өзгерісіне кедергі жасамайтын болып бағытталады. Электромагниттік индукция заңының өрнегіндегі минус таңбасы осы Ленц ережесіне байланысты. Ленц ережесі электромагниттік құбылыстарды энергияның сақталу заңының салдары болып табылады. Мұны тұйық және тұйық емес сақиналармен жасалған тәжірибе айқын көрсетеді. Индукциялық тоқтың энергиясы өз кезегінде өткізгіштерді қыздыруға жұмсалуы, қозғалатын әртүрлі механизмдердің механикалық энергиясына айналуы және энергияның басқа түрлеріне ауысуы мүмкін. Катушка арқылы өтіп жатқан тоқтың шамасы өзгерсе, онда ол катушканың маңындағы магнит өрісінің ағынында өзгереді деген сөз. Ал өз кезегінде бұл энергия магнит ағыны электромагниттік индукция құбылысына сәйкес катушкада қайталанып, индукциялық электр қозғаушы күшін туғызады. Осылай тізбектегі тоқтың өзгеруінен осы тізбектің өзінде қайтадан индукциялық электр қозғаушы күші пайда болуы мүмкін.
ол өздік индукция құбылысы деп аталады. Өткізгіш арқылы өтіп жатқан тоқ тоғызып отырған магнит өрісінің ағыны сол өрістің магнит индукциясына пропорционал. Ал магнит индукциясы өз кезегінде тізбектегі тоқ күшіне тәуелді болады. Олай болса, өздік индукция магнит ағыны сол өткізгіштің өзіндегі тоқ күшіне тура пропорционал, яғни F пропорционал E-ға. Контурдың пішінінен және ортаның магнитті қасиеттерінен тәуелді болатын пропорционалды коэффициент, яғни L деп белгілейік. Сонда индуктивтілік немесе өздік индукция коэффициенті деп атаймыз L-ді. Формуласы F тең болады L көбейтілген I. Мұндағы L-дің бірлігі ретінде біз 1 ампер тоқ өткенде 1 вебер магнит ағынын тоғысатын контурдың индуктивтілігі алынады. Оны 1 Генри деп атаймыз. Яғни сонда 1 Генри тең болады 1 вебер бөлінген амперге. Ленц ережесі бойынша индукциялық электр қозғаушы күші тізбектегі тоқты арттыру сәтінде оның өсуіне, ал төмендету сәтінде оның кемуіне кедергі жасайды. Осы тұрғыдан алғанда, өздік индукция құбылысы механикадағы заттардың инерттілік қасиетімен, ал индуктивтілікке сәйкес инертті массамен баламалы болады. Фарадейдің электромагниттік индукция заңы өздік индукция құбылысы үшінде орындалады. Яғни, өздік индукция электр қозғаушы күші өздік индукция магнит ағынның өзгерісі түрінде мына өрнекпен анықталады. Яғни, магнит өрісінің энергиясы магнит өрісінің тығыздығы. Электр өріс тізбегін тоқ көзіне қосқан кезде контурдағы тоқтың мәні 0-ден бастап артып, өзінің қандай да бір, яғни E-ға тең тұрақты мәніне жеткенше, тоқтың осы өзгерісіне пайда болатын өздік индукция электр қозғаушы күшін жеңуге қарсы жұмыс жасауы тиіс. Энергияның сақталу заңына сәйкес, бұл жасалған жұмыс энергияның басқа түріне, яғни осы тұйық контурдың магнит өрісінің энергиясына айналады. Бұл үрдіс механикада жұмыс істей отырып, массаға, яғни М-ға тең денеге B-ге тең жылдамдықпен бергенге ұқсас. Бұл жағдайда дене mb квадрат бөлінген 2-ге тең. Кинетикалық энергияға не болатыны белгілі. Осы ұқсастықты пайдалана отырып, біздің жағдайымыздағы энергияның өзге өрнегі мынандай түрде жазуға болады. Яғни W тең болады L көбейтілген E квадрат бөлінген 2. Осы өрнекте энергияның мәні индуктивтілік пен тізбектегі тоқ арқылы анықталған. Бірақ бұл магнит өрісінің энергиясы болғандықтан, оны тікелей осы өрісті сипаттайтын шамалар арқылы да жазуға болады. Ол үшін өріс тоғысып тұратын контур ұзындығы аса үлкен катушка деп есептеп, өрістің бүкіл энергиясын сол катушканың ішіне жинақталады. Ал катушка индуктивтілігінің формуласы L тең болады μ көбейтілген N көбейтілген 2S көбейтілген L. Және магнит өрісінің индукциясының формуласын біз білеміз, яғни V тең болады μ көбейтілген E көбейтілген N екенін ескеріп, оны былай жазуымызға болады. F тең болады μ нолевой бөлшек E1 көбейтілген E2 бөлінген 2πa көбейтілген L-ға. Мұндағы μ дегеніміз ортаның магниттік өтімділігі. Ал әр нәрсенің өзінің магниттік өтімділігі болады. Ауа үшін μ 1-ге тең. μ нолевой магнит тұрақтысы. Оның сан мәні мынаған тең. Яғни μ нолевой тең болады 4 көбейтілген 10-ның -7 ресіндегі Генри бөлінген метр. Ал мұндағы
S дегеніміз катушканың көлденең қимасының ауданы, L катушканың ұзындығы. Олай болса, S көбейтілген L ол бізге B-ні береді. Катушканың көлемі екенін ескерсек, онда энергия тығыздығын, яғни көлем бірлігіндегі энергияның мәні үшін мынандай өрнекті жазуымызға болады. W тең болады бөлшек V квадрат көбейтілген S көбейтілген L бөлінген 2 мю нолевой тең болады. Яғни S пен L-дің орнына B-ні қоямыз, сонда бөлшек V квадрат бөлінген B бөлінген 2 мю нолевой. Ал омега ол тең болады бөлшек V квадрат бөлінген 2 мю нолевойға.